Мен Есболатова Толқын Есболатқызы, Алматы облысы Ақсу ауданы Барлыбек Сырттанов ауылы Ғани Мұратбаев атындағы орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімімін. Бүгінгі өткелі отырған сабағым 2-ші сыныптың қазақ тілі пәні. Тақырыбы саяхатқа шығамын. Сан есім. Осы сабаққа негізделген оқу мақсаты 2-4, 2-3 кодымен берілген сөз таптарын ажырату. Және 2-3, 1-1 кодымен берілген мұғалім көмегімен жеке сурет, сюжетті сурет арқылы шағын сипаттау, әңгімелеу мәтіндерін құрап жазу. Сенің меңгеретінің осы сабақта меңгеретінің сөз таптарын, оның ішінде сан есімнің не екенін, қандай сұраққа жауап беретінін білетін боласың. Сенің осы сабаққа дейінгі білетінің суретке қарап әңгіме құрастыру. Сөздерге дұрыс сұрақ қоя білу. Тыныс белгілерін дұрыс қою. Жаңа сабақ түсінікті болу үшін мына iMектеп.kz платформасынан алынған видеоны тамашалаймыз. iMектеп. Дана, мынау сенің нөмірің. 65 саны жазылған. Жоғалтып алма, осы нөмірмен киіміңді аласың. Ал мынау біздің 2 билетіміз. 7-ші қатардың 23-ші, 24-ші орындарына отырамыз. 11-ге 15 минут қалыпты. Әлі уақытымыз бар. Сондықтан мен екеумізге 2 балмызда қалып келейін. Сен мені осы 1-ші қабатта күте тұр. Тұра тұрыңыз шаға, не деген көп сандар, мен шатасып кеттім. Иә, Дана, біз сандарды есеп шығаруда ғана емес, күнделікті өмірде де жиі қолданамыз. Қарашы, сағатта, күнтізбеде, билеттерде сандар бар. Сен жасыңды, бойыңды, салмағыңды айтқанда да сандарды қолданасың. Сондықтан есіңе сақтап ал. Заттың санын, ретін білдіретін сөздерді сан есім деп атайды. Сан есімдерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. Сан есімдер есептік сан есім және реттік сан есім болып 2-ге бөлінеді. Есептік сан есім заттың нақты санын білдіреді. Қанша, неше деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, 2 билет, 2 балмұздақ. Ал реттік сан есім заттардың саналу ретін білдіреді де, нешінші деген сұраққа жауап береді. Мысалы, 7-ші қатар, 23-ші орын, 1-ші қабат. Дауысты дыбыстарға аяқталған сан есімдерге ыншы, інші жұрнақтары жалғанады. Мысалы, 7-ші, 6-шы. Дауыссыз дыбыстарға аяқталған сан есімдерге ыншы, інші жұрнақтары жалғанады. Мысалы, 9-шы, 3-ші. Сан есімдерді түсіндің бе? Иә, енді ұмытпаймын. Олай болса, мен саған жұмбақ жасырайын. Жауабын тапсаң, балмұздаққа қоса шар алып берем. Басында 2 таяғы бар, 4 аяғы бар. Адам деуге болмайды. Сақалы тағы бар. Бұл не? Ешкі. Жарайсың, Дана. Қойылым басталды. Барайық.
ретін білдіретін сөздерді сан есім деп атайды. Сан есімдерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. Сан есім есептік сан есім және реттік сан есім болып екіге бөлінеді. Есептік сан есім заттың нақты санын білдіреді. Мысалы, 2 балмұздақ, 3 шар. Реттік сан есім заттардың саналу ретін білдіреді. Олар есептік сан есімге ыншы, інші, ыншы, нші деген жұрнақтар жалғану арқылы жасалады. Мысалы, 4-ші сынып, 7-ші қатар. Оқушылар, видеоны тамашалап болсақ, енді жаңа сабақтағы білімдеріңді бекіту үшін мына тапсырманы орындайық. Оқулықтың 105-ші бетін ашамыз. 23-ші жаттығу. Мәтінді тиісті тыныс белгісін қойып, жұмыс дәптерге көшіріп жазыңдар. Және сан есімнің астын сызамыз. Сендерге тапсырманы орындау үшін уақыт берейін. Уақыт аяқталды. Енді тапсырманы орындап үлгермей қалсаң, бейне көрсетілімді паузаға қойып орындап ал. Ал егер орындап болсаңдар, онда дұрыс жауабын тексерейік. Саяхат адамды жақсы әдетке баулайды. Сөйлем аяқталды. Жаңа сөйлем басталды. Ол қиындықтарды жеңуге үйретеді. Сөйлем аяқталды. Жаңа сөйлемді бастаймыз. Сондықтан бір күндік саяхатқа шығып тұрған дұрыс. Сөйлем аяқталды. Оқушылар, сендер білесіңдер. Осы уақытқа дейін біз жаңа сөйлем басталған кезде сөйлемдегі бірінші сөздің бірінші әріпі бас әріппен жазылады. Ал сөйлем аяқталған кезде нүкте қойылатынын білесіңдер. Тағы тапсырмамыз сан есімнің астын сыз. Бұл әңгімеде, мәтінде бір сан есім бар екен. Бұл қанша деген сұраққа жауап беретін бір деген сөз. Қанша күндік? Бір күндік. Жақсы. Келесі тапсырмаға көшейік. Оқулықтың 105-ші бетіндегі 24-ші жаттығу. Суретке қарап, қай қалаға саяхатқа шығатынымызды болжа. Оқушылар, суретке қараңдар. Бұл қай қала? Жарайсыңдар, бұл Нұр-Сұлтан қаласы. Ендеше сендерге тапсырма Нұр-Сұлтанға саяхат тақырыбына әңгіме құрап жаза қойыңдар. Әңгімелеріңде міндетті түрде қанша, неше сұрақтарына жауап беретін сөздерді пайдаланыңдар. Сендерге уақыт беремін. Уақытымыз аяқталды. Тапсырманы орындап үлгермесек, бейне көрсетілімді паузаға қоямыз. Орындап болсаңдар, енді өздеріңнің құраған әңгімелеріңді менің бағалауым бойынша тексеріңдер. Егер сенің әңгімеңде кем дегенде 3 сөйлем болса, және ол тақырыпқа сай болса, оның ішінде қанша, неше сұрақтарына жауап беретін сөздер болса, онда сен өте жақсы жауап бердің. Егер сенің әңгімеңде кем дегенде 2 сөйлем болса,
және қанша неше сұрақтарына жауап беретін сөздер болса, бірақ тақырыптан ауытқып кеткен болсаң, онда сен жақсы жауап бердің деген сөз. Егер сенің әңгімең бір сөйлемнен ғана тұрса, және оның ішінде қанша неше сұрақтарына жауап беретін сөздер болмаса, онда сен орташа жауап бердің деген сөз. Өз әңгімелеріңді тексеріп болдыңдар ғой, иә? Болсақ, келесі тапсырмамызға көшейік. Жаңа сабақтағы білімді бекіту үшін мына сұрақтарды қояйын. Я, жоқ ойыны. Осы сұрақтарды оқып, я немесе жоқ деп жауап береміз. Сендерге уақыт берейін. Уақыт аяқталды. Енді жауаптарыңды тексерейік. Бірінші сұрақ: сан есім заттың санын білдіреді. Иә, сан есім заттың санын білдіреді. Сан есім қандай, қай деген сұрақтарға жауап береді? Жоқ. 7 деген сөзге қанша деген сұрақ қойылады? Иә. Сан есім қанша, неше, нешінші деген сұрақтарға жауап береді? Иә. 1, 30, 100, 6 сөздері сан есімге мысал бола ала ма? Иә. Жауаптарыңды тексеріп болдыңдар ма, оқушылар? Болсаңдар, осы сабақ бойы орындаған тапсырмаларыңның жауабына мен кері байланыс берейін. Егер сен барлық тапсырмалар дұрыс орындаған болсаң, онда сен өте жақсы деген деңгейде тұрсың. Және де бұл оқушыларға айтарым: жарайсыңдар. Бүгін сендер көп еңбектендіңдер. Сендер өте жақсы деген деңгейде тұрсыңдар. Осы беттеріңнен таймаңдар. Ал келесісі: 2 тапсырмадан орындап, 1 тапсырмадан қателессең, онда сен жақсы деген деңгейде тұрсың. Ал тапсырмаларды орындау қиын болып, орындай алмай қалсаң, онда сен орташа деңгейде тұр екенсің. Енді жақсы және орташа деңгейде тұрған оқушыларға айтарым: өз беттеріңше тапсырмаларды орындауға тырысыңдар. Яғни, ең бірінші QR-код сканерді көшіріп аламыз телефонымызға. Және мына төменде берілген QR-кодта жасырынған сілтеме бойынша өтіп, iMектеп.kz платформасындағы видеоны қайтадан көріп, онда берілген тапсырмаларды орындауға кеңес беремін сендерге.